Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз бүгін Word бағдарламасында жасалған файлдарды қалай сақтаймыз және де кесте құруды, рамка құруды үйренетін боламыз. Кесте яғни таблица. Олай болса, Word бағдарламасын іске қосып алайық. Бірінші пуск, әдеттегідей пуск батырмасын басамыз. Барлық бағдарламалардың ішінен Microsoft Office папкасын табамыз. Басамыз, ішінен Microsoft Office Word бағдарламасын шертеміз. Бізге Word бағдарламасының терезесі ашылады. Енді бірінші кезекте қазір сіздерге кесте құруды үйретейін. Кесте құру. Вставка бөліміне барамыз. Таблица. Таблица егерде бізге мысалға осы шектеуде ғана болатын болса, осы жерден таңдай береміз. Егер міне қазіргі кезде 10-8 таблица берілген. Енді бұл жерден артық бірінші жағдай көрейік. Бірінші, егер 5-5 таблицамыз осындай болатын болса, мысалға, осылай таңдап, кез келген жаза береміз. Мысалға, мына жерге жазып, кез келген жаза берсек болады. Мысалға, мына жерге нөмір қойғыш, номерок, мына жерге аты жөні деген сияқты кез келген тізімді, кестелерді жұмыс істеуге болады. Аты жөні деген сияқты. Және тегі. Осы тізім кездесетін болса, және де барлығы деп қойғыш. Егер осындай ғана тізім кездесетін болса, біз 5 адамдікі деген сияқты істей береміз. Ал егер де бұл мөлшерден артық болған жағдайда біз вставка бөлімінен вставить таблицу деген астындағын қосамыз. Ол кезде уже бізде егерде столбец 11 болатын жағдай болса, мысалға 11 астыда 11 болатын болса, уже бізге таблица артылып бара жатса, жаңасынан істей бастаймыз. Осы жерге вставкаға кіреміз. Таблица, вставить таблицу деп өзіміздің есептеген, өзімізге қажетті таблицаны құра береміз. Және де біз мысалға 5-5 таблица қосып алған, 18 таблицаны қосып алсақ та, келесі таблицаны құру керек болса, біз ол жаққа бармай-ақ, мына жерден таб батырмасын бассақ та, келесі кесте қосылады. Міндетті түрде осы бұрышқа келеміз, осы жерге келіп, таб батырмасын бассақ, төмен түсе береді. Немесе таб батырмасын кезек баса берсек, мысалға астына кесте қосылып кете береді. Түсінікті деп ойлаймын. Енді көбінесе біз реферат мысалға жазатын жағдайлар болады. Ол кезде мысалға мен сөз жазып алайын. Реферат деген сөз жазамыз. Мысалға оның өлшемін үлкейтіп аламыз. Мысалға олар үлкенірек болып келеді. Реферат деген сөз ортасында. Және де оны Times New Romanға қойып алам. Тақырыпты ортаға түсіремін. Ортаға қойып аламын. Және де осы жерден біздің өлшеміміз көрініп тұр. Ортаға қойып аламыз. Бұның сыртынан рамка қажет болады. Кейбір жағдайлар рамка қоямын десеңіз, разметка страницаға кіреміз. Границы, рамка. Рамканы таңдаймыз. Мысалға неше түрлі рамкалар бар. Әдемі рамкалар бар. Осылардың барлығын мына жерде рисунок қарасаңыздар, мына жерде сызу линия деген сияқты рамкалар кездесіп жатады. Ал одан да сәл ерекшелейміз десеңіздер, мына рисунок бөліміне барамыз. Рисунок бөлімінен кез келген өзімізге қажетті таңдай берсек болады. Осылай таңдай берсек болады. Және де енді осы файлды жазып болдық. Енді бұны қалай сақтаймыз деген сұрақ келеді. Бұны X-ті басып шығып кетудің қажеті жоқ. Және де біз файлды басамыз. Сохранить как. Міндетті түрде осыны басамыз. Сохранить как-тың үстін басамыз. Міне, бізге қай папкеге немесе қай жерге орналастыру керек екенін сұрап жатыр. Мен бұл жағдайда рабочий стол таңдаймын. Егер әркім өзінің қалауынша таңдай береді, мысалға
документыға сақтауы мүмкін. Адам өзі ұмытпаса болды. Мен рабочий стол таңдаймын. Рабочий столға реферат деген атаумен сақтаймын. Және шығып тексеремін. Шығып кеттім. Енді мен көрдіңіздер, алдарыңызда реферат деген Word мәтіндік файл пайда болды. Енді бұл уже сақталып қойған, жасалып қойған файл. Бұл файлға кіргеннен кейін қандай да бір өзгертулер енгізсем, егерде мысалы реферат тарих деп мысалға өзгертсем, бұны енді біз мына жерге кіріп сохранить как дегенді басуымыз қажет емес, сохранить деген батырманы бассақ болады. Сохранить. Немесе бұны сохранитің кішкене ғана значок орналасқан, осыны бассақ та компьютер сақталады, файл сақталады. Енді X жауап шыға берсек болады. Жақсы, олай болса оқушылар, сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жарып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.